Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін мен Grok платформасын ағылшын тілі сабағында қолдануды көрсететін боламын. Нақты айтқанда, кез келген тақырыпқа видео жасауды үйренеміз. Біріншіден, кез келген браузерге сайттың атауын жазып, оны тізімнен тауып аласыздар. Негізгі сайттың беті ашылады. Көріп тұрғандарыңыздай, мен әлде қашан тіркеліп қойдым. Сіздер алдын ала тіркелесіздер. Тіркеліп болған соң, сол жағындағы құралдарды қарап шығамыз. Бізге видео жасау үшін алдын ала промпт жасау керек болады. Осы промптты чат арқылы жасайтын боламыз. Осы жерге өзіңізге қажет сұранысты енгізесіз. Мысалы, ағылшын тілі сабағына 4-ші сыныпқа арналған MyFamily тақырыбы бойынша түсіндірмелі 3D анимациялық видео жасау үшін промпт жазып жібер деп. Бұл жерде бір видеоның ұзақтығы 6 секунд болғандықтан өзіме қажет видеоны мен 4-5 бөлікке қазір бөліп жасаймын. Осылай жібереміз сұранысты. Промпт 1-2 секундтан кейін шығады. Шыққан промпттың мазмұнын қарап шығасыздар, оқып, қажетті мешелерін алып тастауға болады. Егер мазмұны сәйкес келіп жатса сабағыңызға, онда оны көшіріп алып, бөлек құжатқа сақтаймыз. Мысалы, мына жерде ағылшын тілі сабағы болғандықтан ағылшынша промпт шығып тұр. Сіздер қай тілде енгізесіздер сұранысты, сол тілде шығарып береді. Біздің промпт, мысалы, 5 бөліктен тұрады. Осылай сақтаймыз. Байқағандарыңыздай, промпттың ең үстіңгі жағында бірінші абзацты әр промпттың алдына қойып шық деп жазылып тұр. Осы бірінші абзацты видеоны жүктеген сайын қосып отыратын боламыз. Негізгі беттің сол жағында Imagine атты құралды ашып, мәтінді енгізу жолына манағы сақтап қойған промптты енгізе бастаймыз. Сақтап қойған құжатымызды ашып, промпттың бірінші бөлігін енгізетін боламыз. Промпттың мазмұнын тағы да бір рет қарап шығамыз. Қажетті мешелерін алып тастауға болады. Өзгертетін жерді өзгертіп, осылай сұранысты жібереміз. Сұранысты енгізгеннен кейін видеомыздың бірінші фрагменті, яғни бірінші бөлігі осылай дайындала бастайды, яғни генерациясы жүреді. Астындағы пайыздық көрсеткіш видеоның қаншалықты дайындалып жатқанын көрсетеді. Мәселен, сол жағындағы тізімді қарасаңыздар, алдындағы жасалған барлық видеолардың түрлері осылай сақталып отырады. 100%-ға жеткен кезде видеомыз қазір дайын болады. Біраз уақыт күте тұруға тура келеді. Міне, видеомыз дайын болды. Дауысын қосып тыңдаймыз. Егер барлығы ұнап жатса, сабағыңызға, тақырыбыңызға сәйкес келіп жатса мазмұны, онда видеомызды осылай сақтап қоямыз. Бірінші видеомызды сақтап қойдық. Қалған видеоларды жасау үшін осылай ары қарай промпттың қалған бөлімдерін қайта-қайта қосамыз. Бірінен соң бірін жүктейміз сұранысқа. Одан кейін видеоны аламыз және әрбір видеоны сақтап отырамыз. Бұл берілген видеода, мысалы, субтитрлар бар. Субтитрларды мен алып отырдым, өйткені дайын промптта субтитрлар шықты. Бірақ субтитрлардың өздері қате болып болғандықтан, мен оларды әр енгізген сайын алып отырдым. Тағы да сұрақтар туындауы мүмкін. Мысалы, интернет жұмыс жасай ма? Жоқ, интернет жұмыс жасамайды. Міндетті түрде интернет желісіне қосуларыңыз керек. Келесі, жаңағы көрсетіп жатқан нұсқасы тегін бе? Бұл нұсқасы тегін, бірақ ақылы нұсқасы бар. Ақылы нұсқасында басқа да мүмкіндіктері бар. Мәселен, видеоның сапасы, видеоның ұзақтығы 10 секундқа дейін жетеді. Сайттағы ақпаратқа жүгінсек, ақылы нұсқасы айына $30 тұрады. Неге доллар? Өйткені бұл американдық компанияның шығарған чат-боты, яғни платформасы, сондықтан доллармен беріліп тұр.
Бұл шамамен қазіргі курспен санайтын болсақ, айына бір 15 мыңдай ақша бұған жұмсалады. Алдында айтқандай, өзіңізге қажет видеоны кез келген тілде жасауға болады. Осылай видеомызды бірінен соң бірін жүктеп, сақтай береміз. Тағы да бір айтып кететін жайт, видеомызды 2D және 3 форматында жасап, салыстырып көруге болады. Міне барлық видеомызды жасап, сақтап қойдық. Тағы бір қажет болатын бір ақпарат айтып кетейін. Осы барлық жүктелген видеоларымызды біріктіру үшін кез келген браузерге видеоны біріктіру, қосу деген онлайн сайттарды тауып аламыз. Біреуін таңдап ашамыз. Осы жерге барлық сақталған видеоларды қосамыз, яғни біріктіреміз. Соңында видеомыздың толық нұсқасын аламыз. Берілген ақпарат пайдалы болды деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет.